жасаймыз. Тәжірибе қазір біздің тұрмыстық өмірде қуаттандырғыш көзі қолданылады, иә, қазір көп жерде. Бірақ осы қоқысты сұрыптамауының кесірінен табиғатқа зияны келіп жатыр. Енді біз бұны тәжірибе жүзінде тексеріп көрейік, иә. Біз қазір екі ыдысқа топырақ салып, біреуіне қуаттандырғыш көзін саламыз, ал екіншісіне жай ғана топырақпен гүлімізді, тамырланған гүлімізді отырғызамыз. Қуаттандырғыш көзін бір гүлге саламыз, мына ішіне терең. Біздің гүлге әсері қандай болады екен? Бұл гүл жайқалып өсе ме екен, немесе қурап қала ма екен? Соны бақылауға аламыз. Бұл гүліміз, біз мына тостағандағы гүлімізге қуаттандырғыш көзін салдық, иә. Ал мына гүлге біз тек қана таза топыраққа салдық. Енді бұл екеуіне бірдей күтім жасаймыз. Сонда бақылау жүргіземіз. Бұл гүліміз өсе ме, әлде жоқ па? Алғалар, біз өткен жолы зертханалық жұмыс жасағанбыз. Зертханалық жұмыста мына гүлдің астына қуаттандырғыш көзін салдық, ал мына гүл бізде таза, ешқандай қуаттандырғыш көзі жоқ. Бұл экспериментте біз қуаттандырғыш көзінің табиғатқа зияндылығын зерттеуіміз керек еді. Енді балалар, қарайықшы, мына гүлдің екі айырмашылығы қандай? Мына гүл қалай өсіп тұр? Үлкен болып өсті, дұрыс айтасыңдар, жайқалып тұр. Түсі қандай? Жасыл, я, қанық, жасыл болып өсіп тұр. Балалар, мына гүліміз қандай? Кішкентай. Енді ұстап көрейікші, балалар. Мына гүл қатты болып тұр, ал мына гүл қандай? Ұстап көрейікші, балалар. Бұл қандай? Сабағы қандай болып тұр? Жұмсақ па, қатты ма? Жұмсақ болып тұр. Ендеше бұл балалар табиғатқа қуаттандырғыш көзінің зияндылығы дәлелденіп тұр, иә? Бұл гүл бізде өскен жоқ, сол қалпы тұр. Сонымен қатар сабағы жұмсақ, әлсіз болып тұр. Ал таза топыраққа егілген гүліміз сабағы қатты, сосын жайқалып, үлкен қылып өсті, балалар.